Вазелин майын көбінесе ерін жарылғанда жағамыз. Алайда вазелиннің одан өзге пайдалы тұстары бар. Вазелин суда және спиртта ерімейді. Ол тек медицинада ғана емес, металдарды коррозиядан қорғауда және электроникалық өнеркәсіпте де қолданылады. Ең тиімді тұсы, оны кез келген дәріханадан қолжетімді бағада алуға болады. Осы орайда вазелиннің күнделікті өмірде қолданар пайдалы тұстарын айтуды жөн көрдім. Біріншісі, шаш бояу кезінде теріні қорғайды. Шаш бояуы құлақ, мойын, маңдай терлеріне жұқса, кетіру қиын екенін қыздар қауымы жақсы біледі. Әсіресе бояу қара түсті болған кезде тым қиынға соғады. Сондықтан келесіде шаш бояр алдында теріңізге вазелин жағып алсаңыз, оған тиген бояудан тез құтыласыз. Екіншісі, бет әрлеу сәтсіз шыққанда қолданыңыз. Макияж жасағанда ойдағыдай шықпай қалатын кездер болады. Сол сәтте бәрін жуып, басынан бастау шарт емес. Мақта таяқшасына вазелин жағып, артық тұстарын өшіріп тастаңыз. Үшіншісі, кірпікті ұзартады. Егер кірпігіңіз қалың әрі ұзын болсын десеңіз, түнде жатар алдында кірпігіңізге қалыңдап вазелин жағыңыз. Аптасына 3 рет қайталап жағып тұрсаңыз, 1 айда оң нәтижесін байқауға болады. Төртіншісі, әтір иісі тұрақтылығы үшін. Сүйікті парфюміңіз теріде барынша ұзақ сақталу үшін құлақтың түбіне, білекке және басқа да әтір шашатын жерлерге аздап вазелин жағып қойыңыз. Сонда әтір суыңыздың иісі тәулік бойы жоғалмайды. Бесіншісі, тері ауру мәселесінде. Медициналық тәжірибеде вазелин майы іш жүргізетін және сыртқы қолданыстағы дәрі ретінде қолданылады. Ал теріге қатысты қиын мәселелер туғанда шамалы дәрі-дәрмек алып, вазелинмен жақсылап араластырып, артынан теріңізге жақсаңыз, теріңізден оң нәтиже байқайсыз. Алтыншысы, тұмаумен ауырғанда. Тұмауратып, ұзақ ауырғанда мұрын айналасындағы тері қызарып тұрады. Осы сәтте вазелинді мұрныңызға жағар болсаңыз, бұл мәселеден тез әрі оңай құтыласыз. Жетіншісі, сырғаны ауыртпай тағуға көмектеседі. Сырғаны біршама уақыт тақпаса, құлақтағы сырға тағу орны кішірейіп қалады. Сондықтан қайтадан сырға тағарда құлақ ауырады. Қатты ауырмас үшін құлаққа вазелин жағып, артынан сырғаңызды таға берсеңіз болады. Достар, ақпаратым ұнады деген ойдамын. Тағы да қандай пайдалы ақпараттар күтесіздер? Комментарийге жаза кетіңіздер. Дендеріңіз сау болсын.